Армысыздар, қадірменді достар. Біз бұл дәрісте нарық туралы ақпарат алып кетуге тырысамыз. Нарық дегеніміз ол тауар айналымының сферасы. Тауарды сату және сатып алумен байланысты экономикалық қатынастар жиынтығы болып табылады. Жалпы нарық бай әрі күрделі құрылым болып табылады. Оны белгілері және критерийлері бойынша бөлуге болады. Мысалға, экономикалық мақсаты бойынша тұтыну тауарлары мен қызметтер нарығы, өнеркәсіпке арналған тауарлар нарығы, ноу-хау нарығы деп бөлуге болады. Ноу-хау деген сөз ол бұрын соңды болмаған тауарды өндіру немесе бұрын соңды болмаған жаңа қызмет түрін ұсынумен байланысты болған. Жалпы ноу-хау деген ол жаңалық ашу болып табылады. Одан кейінгісі шикізат нарығы, одан кейінгісі еңбек нарығы, және де құнды қағаздар нарығы, және де тағы басқалар болып бөліне береді екен. Бұл экономикалық мақсаты бойынша. Енді нарық географиялық орналасуы бойынша жергілікті нарық болуы мүмкін, ұлттық нарық болуы мүмкін, және де әлемдік нарық болуы әбден мүмкін. Одан кейін нарық салалық қызметі бойынша автокөлік нарығы, мұнай нарығы, және де компьютер нарығы, және де тағы басқалар болып бөліне береді екен. Енді нарықтың бір қатар қызметтері бар. Біріншісі ақпараттық қызмет, яғни нарық арқылы адамдар қазіргі қоғамға не қажет екендігін біле алады. Қандай тауар нарықта сұранысқа ие екендігін, қандай тауарды өндіруге болатындығын, ал қандай қызмет түрін ұсынуға болатындығын және де болмайтындығын да осы нарық арқылы, нарықтың ақпараттық қызметі арқылы біле алады екен. Одан кейінгісі делдалдық қызмет. Бұл қалай? Мысалға, тауар өндіруші немесе қызмет түрін ұсынушы өзіне қажетті болған тұтынушыны тауып алады, және де тұтынушы өзіне қажетті болған тауар өндірушіні тауып алады екен. Яғни, нарық осы азаматтар арасында делдал болып табылады. Үшіншісі, баға белгілеу қызметі. Яғни, нарықта егер бір тауарға сұраныс артып кетсе, және де сол тауардың ұсынысы азайып кетсе, онда сәйкесінше баға өседі, және де керісінше болуы мүмкін. Яғни, бағаны белгілейтін нарықтың да қызметі бар екен. Төртіншісі, реттеушілік қызметі. Бұл қалай? Яғни, мысалға, нарықта капитал салушылар болады, инвестиция салушылар да мысалға. Сол капиталдың әлсіз, қажетсіз салалардан қажеті мол және болашақта үміт күттіретін салаларға қарай ауысуы осы реттеушілік қызметтің бір көрінісі болып табылады. Бесіншісі, санациялық қызмет. Санатио деген ол латын тілінен аударғанда емдеу, сауықтыру деген мағынаны береді. Біз бірақ бұны басқаша түсінуіміз қажет. Ол қалай? Мысалға, сіздер білесіздер, нарықта бәсеке бар. Сол бәсекенің есебінен әлсіз болған, қажетсіз болған, икемсіз болған тауарлар, қызмет көрсетулерді іске асыратын кәсіпкерліктер жабылады, кәсіпорындар жабылады, және де тапқырлыққа, ұтқырлыққа, сондай заманауи әдістерді қолданған, сондай қоғамда қажеттілігі мол болған кәсіпкерліктер, кәсіпорындар, олар өз орнын тауып алады екен. Бұл санациялық қызмет болып табылады. Нарықтық жүйенің негізгі белгілері бар. Олар мыналар. Біріншісі, өндіріс құрал жабдықтарының жеке меншіктің қолында болуы. Одан кейін кәсіпкерлік еркіндіктің болуы. Одан кейін экономикалық байланыстарда тек соңғы пайданың көзделуі. Яғни, әркім өз пайдасын ойлайды. Одан кейін экономикалық конъюнктура, яғни экономикалық жағдайға байланысты
нарықтың өзін-өзі реттей алуы. Одан кейінгісі өндірушілер жұмысына мемлекет тарапынан мейлінше аз араласу. Мемлекет сізді қинамайды, мемлекет сізге мынаны өндір, мынандай қызмет түрін ұсын деп айтпайды. Жалпы сіз өзіңіз білесіз. Артықшылықтары бар. Олар өзгеретін жағдайларға тез бейімделу және икемделу мүмкіндігі, шығындарды азайту және пайданы көбейту мақсатымен жаңа технологияларды оперативті қолдану, яғни қалай? Мысалға, тауар өндіруші өзінің шығындарын азайту үшін жаңа бір технологияларды сатып алуға тырысады, сондай тауардың сапасын әрдайым арттыруға тырысады. Тауардың сапасын арттыру үшін жаңа технологияларды енгізу әлбетте қажет. Тағысын тағы осындай бір қоғамның ілгері қарай дамуына, әлеуметтік халықтың жағдайының жақсаруына себепкер болады екен. Одан кейінгісі шешім қабылдауда, келісім жасауда өндірушілер мен тұтынушылардың тәуелсіздігі бар. Одан кейінгісі әртүрлі қажеттіліктерді керекті мөлшерде және жоғары сапамен қанағаттандыру қабілеті бар. Сол бағанағы бұрынғы кеңес үкіметіндегі уақыттағыдай сіздер кезекте тұрмайсыздар. Сіздер өзіңізге қажетті тауарды, егер қалтаңызда ақшаңыз болса, дүниеңіз болса, өзіңізге қажетті мөлшерде сатып ала аласыз. Кемшіліктері де бар. Солардың біреуін ғана атап өтейік. Ол нарық еңбек пен табысқа құқықтық кепіл бермейді. Біз білмейміз, сіз табысқа теңелесіз бе, теңелмейсіз бе? Жалпы ол сондай өзі. Енді әзірше осы дәрістің презентациясын әрі текстін осы көрсетілген қоғамдық желідегі сілтеме бойынша таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.